Сәлем достар, бүгін біз жүктіліктің 14-ші аптасы туралы әңгіме айтатын боламыз. Жүктіліктің 14-ші аптасында әйел адам не сезінеді? Балада қандай өзгерістер болады? Жүктіліктің 14-ші аптасында әйел адамның алдында айтқанымдай, 13-ші аптада айтқанымдай, әйел адамның шашы қалыңдап, әдеміленіп, бір түрі әрленіп сондай болып шығады. 14-ші аптада сол тістің күтімі сол бұрынғыша кете беруі мүмкін. Тек тісті күтіп қана бұл жағдайдан құтыла алады екенбіз. Яғни тістің қанап кетуі, яки болмаса тістің иектерінің қанап кетуі деген секілді нәрсе болуы мүмкін. Мұның бәрі бала өзіне керекті витаминді анадан алады. Сол себепті де осындай жағдай болуы мүмкін. Одан кейін баланың көлемі авокадо секілді болады, яғни іштегі баланың көлемі авокадоның көлемімен бірдей болады, 120 граммдай болады. Сонымен қатар оның бойының ұзындығы бір 16 сантиметр, 15-16 сантиметрдей болады. Келесі апталарда ол бірден өсіп кетуі мүмкін бала, себебі ары қарай тек бала өсе береді. Іште жайлап, ананың іші де жайлап шыға береді. Кейбір арық әйелдерде кішкене іші шығыңқы болуы мүмкін. Сәл егер бала үлкенірек болатын болса, салмағы сәл үлкенірек болатын болса, онда кәдімгідей іш шыға бастайды. Ал кейбір әйелдерде бұл білінбеуі мүмкін. Бірақ уақыт өте келе, табиғи заңдылық, әйел адамның іші бәрібір, баланың салмағы үлкен болсын, кіші болсын, іші бәрібір өсетін болады. Бұл кезде әртүрлі болғанда ақ түсті болмаса сулы выделение келуі мүмкін. Бұл аз ғана мөлшерде болса жақсы, егер өте көп мөлшерде болса, онда гинекологыңыздан барып жазылып сұрауыңызға тура келеді. Коричневый выделение дейміз, қызғылтым, қоңырқай түсті выделение тоже жақсы емес. Мұнда сұрап білуіңіз керек бірден. Бұндай выделение келіп жатса, бұл да жақсы деген нәрсе емес. Негізі қоңырқай түсті, қызыл түсті выделение ол әйел адамда жаңа угроза болып жатыр деген сөз, болмаса басталайын деп жатыр деген сөз. Сол себепті де барып гинекологқа қаралған дұрыс, сұраған дұрыс болады. Бұл кезде сізде егер әлі УЗИге түспесеңіз, яки болмаса УЗИге түсіп қойсаңыз, маловодие деген нәрсе болуы мүмкін. Маловодие ол әртүрлі жағдайларда болуы мүмкін. Ол негізі жүктіліктің 6-шы айына дейін қауіпті болып табылады. Маловодие деген бұл туралы да гинекологыңызбен ақылдасқаныңыз дұрыс болады. Негізі маловодие кезінде көп құнарлы тамақтар жеген дұрыс. Себебі бала қарқынды өсе бастайды, бұдан былай сіз 2 адам үшін тамақ жеуіңіз керек болады. Құнар магнийге, темірге, кальцийге бай тағамдарды жеген дұрыс болады. Құнарлы тамақтар жеген дұрыс болады, қара етті жеген дұрыс болады, анарды жеген дұрыс болады. Осындай табиғи бай құнарлы өнімдерді жеген дұрыс болады. Бұл кезде анада негізі барлығы жақсы болады. Тек әртүрлі сізді егер бірдеңе мазалап жатса, онда міндетті түрде гинекологқа көрінесіз, болмаса жедел жәрдемге хабарласуыңызға тура келеді. Бала бұл кезде қолын саусағымен аузына саусағын, яғни мынандай саусағын аузына апарып сорып жатады. Егер УЗИге түсіріп көретін болсаңыз, баланың қимылдағанын, саусағын сорып жатқанын көретін боласыз. Егер УЗИ уақыты сол уақытқа түсіп қалып тұрса. УЗИді көп түсіре беруге болмайды ғой. Бірақ түсіп қалып тұрса, бұл жерде баланың саусағымен сорып жатқаны, баланың қимылдап жатқаны, баланың жаңағы саусақтарын ұстап жатқаны көрінуі мүмкін. Кейбір балалар қимылдамай жата беруі мүмкін.
бұл баланың мінезімен де байланысты болады. Бірақ сіз оған бола ренжімеңіз. Бала уақыт өте келе, апталар өте келе, бала қимылдайтын болады. Бұл да жалпы баланың қимылдамай жатуы, былайша айтқанда сабырлы, салмақты балалар бар ғой, неше түрлі балалар өмірге келіп жатыр. Неше түрлі адам бар дегендей. Сол себепті де баланы қимылдамай жатса да оған қатты бір ренжуді қажеті жоқ. Ол уақыт өте келе бала қимылдайтын болады. Оны сіз тіпті сезінетін де боласыз. Бала бұл кезде зәр шығара бастайды, зәр шығара бастайды, яғни почкасы жақсы жұмыс істей бастайды баланың бүткіл организмдері жақсы жұмыс істеп, бала қалыптасып, қимылдап, өсе бастайды, қарқынды түрде өсе бастайды. Баланың қарқынды түрде ары қарай жалғасып өсуіне және де өзіңіздің әйел де бұл кезде салмақ қосады. Өзіңіздің де жаңағы денсаулығыңыздың жақсы болу үшін құнарлы тамақтарды көп жеген, таза ауада көп серуендеген әрине өте жақсы. Кез келген адам үшін өте жақсы, бірақ екіқабат әйелдер үшін өте жақсы. Себебі екіқабат әйел жалғыз өзіне емес, ішіндегі баласына да жауапты. Құнарлы тағамдар жеген, өзіне ұнамайтын жерлерден қашық жүрген, ұнамайтын адамдармен сөйлеспеген дұрыс деп ойлаймын. Себебі екіқабаттық кезінде бәрібір эмоциональность болады ғой әйел адамда. Сол себепті өзіңе ұнамайтын нәрсеге қарамауға, жақтырмайтын жерге бармауға кеңес берем. Тек қана өзіңе ұнайтын, жақсы көретін, ұнататын істеріңмен айналысуға тура келеді. Өзіңдегі эмоционалдық көңіл күйді сақтау үшін, баладағы эмоционалдық көңіл күйді сақтау үшін осындай жағымды заттармен айналысу керек. Достар, сіздерге айтатыным осы 14-ші апта туралы. Егер сіздерге барынша информация беріп жатсам, ұнап жатса, онда лайк басып арнама жазылыңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Алла қаласа, әлі де жүктіліктің апталары туралы әртүрлі видеолар болмақ. Арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар. Сіздерде 14-ші апта қалай өтіп жатыр? Сіздерде қандай өзгерістер болып жатыр? Маған да ол қызық. Сұрақтарыңыз болса, ойларыңыз болса, жаза отырыңыздар комментарийге.